بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, ардақты бауырлар, Алла тағала әр қайсымыздың қасиетті күні, осындай аязды күні өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды сауапқа жазсын. Және бүгінгі дұға құлшылықтарымыздың барлығында қабыл етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай дейді: Әлә инна фил жасади мудғатан, фаиза салахат салахал жасаду куллу, ва иза фасадат фасадал жасаду куллу. Садақа Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам. Хадистің мағынасы қалай? Шын мәнінде мынау адам баласының денесінде бір кесек ет бар. Біз жалпы сүйектен, еттен, сонымен қатар қан деген сұйықтықтан тұратын сондай Алла тағаланың жаратылысымыз. Соның ішіндегі бір кесек етті айтып жатыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол кесек ет түзелетін болса, онда адамның денесінің барлығы түзеледі, дұрысталады. Ал егер ол бұзылатын болса, онда адамның денесінің барлығы бұзылады. Әлә уәхиял қалб. Ол жүрек емес пе дейді. Яғни ол кесек ет, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр, ол жүрек қой. Демек, бір жұмыр кесек ет қой, шын мәнінде бәріміз білеміз. Сол егер ізгі болатын болса, сол дұрысталатын болса, онда адам баласының аузы түзеледі, оның қолы түзеледі, оның аяғы түзеледі, көзі түзеледі, құлағы түзеледі, тілі түзеледі, барлығы түзеледі. Ал егер ол бұзылатын болса, ізгі емес пасық болатын болса, онда адам баласының дене мүшелерінің барлығы пасықтық, күнә, жаман істерге ұрынатын болады. Демек, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүректі екіге бөліп отыр. Біріншісі дұрыс, ізгі, түзелген жүрек, екіншісі бұзылған, пасық, күнәһар жүрек. Үшінші жағдай жоқ. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау жүректің соншалықты маңызды екендігін ескеріп, Алладан әрдайым сұрайтын болған: Сәббит қалби аля диник. Сәббит қалби аля диник деп. Яғни менің жүрегімді өзіңнің дініңе, ақиқатыңа бекітіп қой, Раббым деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрдайым Аллаға дұға қылып сұрайды екен. Неге? Себебі адамның жүрегіне бүкіл оның іс-әрекеті, ғұмыры, бүкіл тағдыры байланысты. Мынау біздің тәніміздегі бір кесек етке. Сосын Умму Сәләмә сұрайды: "Ва Алланың елшісі,
сіз неге әрдайым осы дұғаны жасай бересіз деп. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқаны, адамдардың жүрегі Алланың құзырында. Алланың құзырында. Алла тағала қалай оны аударамын десе, өзінің қалауында. Сондықтан мен әрдайым Алладан сұраймын, Алла тағала менің жүрегімді өзінің дініне, ақиқатқа бекітсін деп сұрап отырамын деп. Неге? Себебі Алла тағала өзінің қалаған құлын, сүйген құлын күнәдан сақтап, ақиқатқа қарай бастайды. Өзінің қалаған құлын күпірліктен жырақ қылып, дініне қарата жетектейді, мешітке қарай жетектейді, өзінің жолына қарата жетектейді. Біздің бүкіл жүрегіміз, бүкіл санамыз, бүкіл біздің қалауымыздың барлығы Алла тағаланың қалауымен, Алла тағаланың құдіретімен байланысты. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай жүрегінің әрдайым ақиқатта болуын Алладан сұрайтын болған. Алла тағала Құранда осы екі жүрекке қатысты бірнеше аяттарда бізге баяндайды. Бірінші, мен мынау бұзылған пасық жүрекке қатысты Алла тағала не айтады Құранда? Соның біразына тоқталайын. Бұзылған пасық жүрекке қатысты Алла тағала 25 жүректің түрін, санатын Құранда баяндап өткен. Біз әрине осы қысқа ғана жұманың уағызында оның барлығын тізіп өте алмаймыз. Кейбіреулеріне ғана тоқталамыз. Алла тағала Құранда бір жүректерді қатыгез жүрек дейді. Фауайлул лил қасияти құлубухум мин зикриллаhi. Қатыгез, мейірімсіз жүрек. Алланың зікірі оған айтылған кезде, яғни Алла оның есіне салынғанда, Алла тағалаға кел сен деген уақытта оның жүрегі жібімейді. Жүрегі қатып, қасарысып тұра береді. Әл-қалбул қаси. Алла тағала қатыгез жүректен баршамыз сақтасын. Одан кейін әл-қалбул нұқфәл. Бектіп, құлыптанып қойған жүрек. Алла тағала Құранда не дейді? Әм әла құлубин ақфалуха дейді. Кәпірлердің ақиқатты, дұрыс сөзді, хақ жолды қабылдамайтын, құлыптанып қалған, бекітіп қалған жүрек. Әм әла құлубин ақфалуха. Мысалы, қазір бір үй құлыпта отырса, құлып кілті ешкімде жоқ оның. Анау есікті ешкім аша алмайды. Бұзып кіруге тағы болмайды. Сол үйге құлыптанып тұрған есікке ары қарай біреу кіре алады ма? Кіре алмайды. Алла тағала осындай әдемі теңеуді айтып отыр. Ол жүрек сондай жабылып қалған, құлыптанып қалған жүрек, оған қанша насихат айт, оған қанша сен уағызда, оны шақыр, түсіндір, ұғындыр, пайдасы жоқ. Құлыптанып тұрған бөлмеге ешкім кіре алмағаны секілді, ол жүрекке ешқандай ақиқат уағыз кіре алмайды дейді. Одан кейін кәллә баррана аля құлубихим бима кану яксибун дейді. Адам баласы соншалықты күнәні, қылмысты, жаман амалды, істі жасай береді, нәпсі құмарлыққа ере береді, соның нәтижесінде кейбір жүректерді мынандай не басып қалады? Кейбір жүректерді сол күнәнің былғаныш қабаттары басып қалады дейді. Сол күнәға көміліп қалған жүректер. Адам баласының жүрегі кейде сондай жағдайға да ұшырайды. Ол жасаған күнәләрінің кесірінен. Сосын кәпірлердің жүрегі жөнінде Алла тағала «Хатамаллаху аля құлубихим» дейді. Кейбір жүректер мөрленіп қалады екен. Яғни сіз
Хатты жазылды, қол қойылды, мөр қойылды, болды. Ары қарата ол хатқа басшы еш нәрсені қоса алмайды. Болды, мөрленіп кетіп қалған хат, оны өзгерте алмайды. Міне, сондай өзгермейтін, мөрленіп қалған, бекітіп қалған кәпірлердің жүректерін Алла тағала айтып отыр. Хатамаллаху аля қулубихим. Олардың жүректерін мөрлеп тастаған, ашылмайды олардың жүректері. Болды. Еш нәрсені қабылдамайды деп. Сосын сондай бір жүректер бар. Ишмааззат қулубухум. Иза зукираллаху вахдаху ишмааззат қулубухум дейді Алла тағала Құранда. Бұл да сондай бұзылған, бақытсыз жүректердің бірі. Қашан Алла тағала олардың құзырында зікір етілсе, олардың жүректері тітіркеніп жиркенеді дейді, Алла сақтасын. Неден жиркенеді? Алланың зікірінен. Ондайлар жоқ емес, бар. Біз ондайлардың біразын танимыз. Қашан сен оған Алланың аятын айтсаң, пайғамбардың сүннетін насихаттасаң, ақиқатты айтатын болсаң, қойшы дейді сен. Айтпашы, осы дініңді, шариғатыңды, құдайыңды, өлгеннен кейін біз кім боламыз, не боламыз, оны ешкім білмейді, ешкім барып көріп келген емес деген әңгімені айтатындар бар. Яғни, Алланың зікірінен, Алланы еске алудан осындай жиркенетін жүректер бар дейді. Әл-қалбул мушмаиз. Егер басқа нәрсе айтылатын болса оларға дейді, Алла тағала Құранда жалғастырады. Изахум ястабширун. Басқа мысал үшінге бұл өмірдің қызығы, мысалы, нәпсі құмарлық, дүниенің тіршілігі, мал мүлік, немесе мысалы казино, басқада мысалы ойын сауық, әңгімелері, прикол, анекдот айтылатын болса, олар қуанып, жадырап, жайнап шыға келеді дейді. Бақытсыз жүректердің тағы да бір түрі. Сосын, лахум қулубун ла яфқахуна биха. Лахум қулубун ла яфқахуна биха. Біздің жүрегіміз, ол ұғынады, түсінеді. Сондықтан ғалымдардың арасында сондай дау бар. Мынау мима түсінетін, ұғынатын жүрек пе деп. Алла тағала Құранда айтып жатыр, олардың жүректері түсінбейді, ұғынбайды дейді. Бұл айтылған дұрыс сөзді, дұрыс пікірді, ғылымды, білімді, пайдалы ақпаратты түсіну, ұғыну, оны түю, ол да бір бақыт. Ол да әркімге нәсіп етпеген. Кейбіреулер бар, сіз қанша оған мысал үшінге пайдалы нәрсені айтып атсаңыз да қонбайды миына оның. Себебі неге? Алла тағала Құранда айтып отыр, лахум қулубун ла яфқахуна биха. Оларда сондай жүрек бар, онымен олар түсінбейді. Бір аятта айтады, ла яқилуна биха дейді. Оларда сондай жүрек бар, ол ешқандай ақылға келмейтін жүрек дейді. Яғни, ол жүрек еш нәрсені түсініп, сараптай алмайтын жүрек. Сондықтан тағы бір аятта, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور дейді. Шын мәнінде, мынау көздер емес дейді, көрмей қалатын. Ол түсінбесе, ақылға келмесе ол жүрек құлттанып қалған болса, ол жүрекке мөр басылып қалған болса, فإنها لا تعمى الأبصار, мынау көздер емес көрмей қалатын. Олардың мынау көкейлеріндегі жүрегі соқыр дейді, сол көрмейді. Егер біздің көкірегіміз соқыр болып қалса, яғни жүрегіміз, қазақтың көкірегі ояу дейтіні сол. Көкірегі ояу азамат дейді. Яғни ол көре біледі, сараптай біледі, талдай біледі, болжай біледі. Неге? Себебі оның көкірегі ояу, жүрегі ашық, жүрегі көреді. Ал енді Құран айтып жатыр, олардың жүректері көр, соқыр, көрмейді олар. Сондықтан
әл-қалбул а'ма, соқыр дегенде жүрек бар. Алла сақтасын. Сосын Алла тағала Құранда әл-қалбур муртаб дейді. Яғни ол күмәндана беретін жүрек бар дейді. Алла одан да сақтасын. Оған мысал үшінге жаңағы ғайып шын мәнінде. Көп нәрсе ғайып біз үшін. Алла тағалаға біз ғайыптан иман келтірдік. Алла тағаланы көрген ешкім жоқ, бірақ Алла тағаланың құдіретінің белгілері жердің бетінде жетіп артылады. Бір ізгі жаннан әулиеден сұраған екен, сен Алланың бар екенін дәлелдейтін бір дәлелді айғақты маған көрсетші дегенде, жаңағы кәпірге, Аллаға сенбейтін адамға ол кісі жауап берген екен, Алланың жоқ екенін білдіретін бір дәлелді сен маған көрсетші мына жердің бетінде. Әрбір нәрсе біз көретін, барлығы Құдайдың құдіретінің дәлелі. Мынау айналамыз, қоршаған ортамыздың барлығы. Алла тағала сондай керемет тәртіппен, сондай бір жүйемен барлығын келістіріп жаратып қойған. Мынау жер, қазіргі ғылым дәлелдеген дүние, жер күнді айналады. Жер әрдайым қозғалыста, бір секундта 29 километр жылдамдықпен жер жүреді. Кім осыны ойланды? Ешкім ойланған жоқ. Жер как будто бір өзімен өзі былай бүйтіп бір жерде қозғалмай тұрған дүние секілді. Қозғалмай тұратын болса, қалай таң атады, қалай күн батады, қалай мысал үшінге бұлттар көшеді, қалай жаңбыр жауады, қалай қар жауады. Онда еш нәрсе болмай, жердің бетінде еш тіршілік болмай, барлығы қырылып қалар еді. Жер қозғалады. Секундына 29 километр. 10 секундта 290 километр. 290 километр. 10 секундта. 1 минутта есептей беріңіздер. Бір сағаттағы жылдамдықты айтпай-ақ қояйын. Біз қазір мысалы ұшақ 1 сағаттың ішінде 900 километр жүреді. Ракета 2100 километр, 2500 километр жылдамдықпен ұшады деген әңгімелерді айтамыз. Тамсанып тұрып. Ал енді мынау бүкіл адамзат өмір сүріп жатқан 6 құрлығы, 6 материгі, 4 мұхиты болған осындай жер секундына 29 километр. 1 сағатта мыңдаған километр кетіп жатыр. Бірақ ешқандай біз қанша жылдамдықпен кетіп баратқанын сезінбейміз, басымыз айналмайды, жүрегіміз айнымайды. Кәдімгі тып-тыныш тұрған секілді өмір сүріп жатырмыз. Ал егер осы жер 1 секундқа тоқтайтын болса, барлығы қирап қалады. Бүкіл барлығымыз қирап, қырылып қаламыз. 1 секундқа тоқтайтын болса. Кім осылай оны осындай жүйемен қимылдатып қойған, айналдырып қойған? Кімнің қолынан келеді ол? Бір Алладан басқа, жаратушы, құдіреті шексіз Құдайдан басқа кімнің қолынан келеді? Ешкімнің қолынан келмейді. Ешкімнің қолынан келмейді. Ал енді бұл ақиқатты кім көрмейді? Жүрегі құлыптанып қалған, соқыр болып қалған, бақытсыз құлдар ғана көрмейді. Міне, сондықтан біз Құдайдың, Алла тағаланың құдіретінің белгілерінің барлығын күнделікті көріп тұратын болғаннан кейін, біз ғайыпқа иман келтірдік. Біздің ерекшелігіміз сол. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады ғой, Бақара сүресінде. Худаллил муттақин дейді. Бұл Құран, ешқандай күмән күдігі жоқ Құран, ол тақуаларға тура жол. Тақуалар ол жерден, Құдайдан қорқатындар ақиқатты табады, пасықтар емес. Себебі пасықтар сенбесе қалай табады? Ал ол тақуалардың ең бірінші, ең алғашқы ерекшелігі не? Әлләзина юъминуна бил ғайби. Олар ғайыпқа иман келтіргендер. Алланы көрмедік, бірақ иман келтірдік. Біз періштелерді көрмедік, бірақ иман келтірдік. Біз жәннат пен тозақты көрмедік, ақиретті көрмедік, біз иман келтірдік. Біздің ерекшелігіміз сол.
ғайыпқа иман келтіруде біз бөлінеміз. Мұсылмандар мен басқалардың екеуміздің арамыздағы айырмашылығымыз ғайыпқа иман келтіру. Егер барлығы көрініп тұратын болса, онда иман ешкімге сынақ болмайтын еді. Барлығы көрініп тұратын болса, онда мұсылмандарды иманды имансыз деп адамдарды иманды имансыз деп ажырату мүмкін болмас еді. Себебі көрініп тұрған нәрсеге кім болса да, жүрегі оның жабылып қалса да, жүрегі ашық сау болса да, кім болса да оны мойындап сенеді. Сондықтан бәрі көрініп тұратын болса сынақ болмайды. Ал сол сынақтан адам баласы аман есен өту керек. Ғайыпқа иман келтіру деген сынақтан. Міне, сосын Алла тағала Құран-ы Кәрімде فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ дейді. Енді кейбір жүректер бар, мұнафиқ жүректер, екі жүзді жүректер. Олардың жүрегіне Алла тағала нифақты, екі жүзділік сап қойды дейді. Сырты мұсылман, іші кәпір, алдап жүргендер. Екі жүзділіктен Алла сақтасын. Сосын кейбір жүректерді Алла тағала сарафаллаху қулубахум бианнахум ла яфқахун дейді. Олардың жүректерін ақиқаттан тайдырып қойған дейді. Жүрегі тайған адамдар, олар себебі ұқпай түсінбейді дейді. Осылай Құранда бақытсыз, пасық болған жүректің 25 түрін Алла тағала санап шыққан. Қазір біз 10 шақтысын ғана айтып өттік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, міне, момын мұсылманның жүрегі осы 25-тің біреуі болып қалмау керек. Неге? Себебі кімнің жүрегі осы сынақпен сыналатын болса, ол Алланың құзырында ертең азапқа, Алланың құзырында Алланың қаһарына душар болады. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим." Ол сондай күн, ешкімнің мал мүлкі, бала шағасы пайдасыз жоқ. Тек қана кім сау жүрекпен келсе, күнәдан, күмәннан, көпірліктен, Аллаға серік қосудан, арамдықтан, оңбағандықтан, жаман арам пиғылдан, арғата санай беріңіз, соның барлығынан сау, таза жүрекпен кім келеді, сол Алланың құзырында аман қалады. Осындай Алланың құзырында, Алланың рахымына, разылығына лайықты болатын Құран 10 жүректің түрін атап өтеді. Сау жүректі айттық, сосын «Әлләзина аману ва татмаинну қулубухум бизикриллаһ». Ол иман келтіргендер, олардың жүректері Алланың зікірімен тыныш табады. Сіз жүрегіңізді сынап көріңіз. Алланы зікір еткен уақытта жүрегіңіз тыныштала ма, тынышталмай ма? Сіз сондай бір рухани ләззатты сезінесіз бе, жоқ па? Сынап көріңіз. Егер Алланың зікірі естілгенде, Алланың кәләмі естілгенде, сіз егер жүрегіңіз тынышталып бір рахаттанатын болсаңыз, демек сіз осы әл-қалбул мутмаиннің иесісіз. Яғни тынышталған жүрек. Алла тағала айтып тұрған. Сосын «Мән хашия рахмана бил ғайби ва жаа би қалбин муниб». Кімде кім Рахманнан, ғайыптан қорқатын болса дейді. Рахманның, Алла тағаланың қаһарынан, Алла тағаланың жазасынан көрмесек те Алла тағаланы, ғайып мәселесіне тағы келіп отырмыз. Қорқса ол дейді. Және Аллаға қайтқан жүрекпен келсе, жүрегіңіз Алла тағалаға жалбарынып тұратын болса, Алла тағаланы қалап тұратын болсаңыз, Алла тағаланың разылығын жүрегіңізбен, ішкі жан дүниеңізбен тілеп тұратын болсаңыз, демек сіз әл-қалбул мунибтің иесісіз. Сосын Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум». Құрметті жамағат, бұл
жүрегімізде болу керек ерекше сезім. Әл-қалбул уәжил. Қорқатын жүрек Алла тағаладан. Сондай момын мұсылмандар Алла тағала оларға зікір етілген уақытта жүректері қорқады дейді. Қалай болсын солай, ол отыра бермейді. Яғни Алла тағала оған айтылды ма? Алланың рахымы, Алла тағаланың кеңшілігі, Алла тағаланың жәннаты, Алла тағаланың тозағы, Алла тағаланың қаһары, Алла тағаланың мейірімі айтылған уақытта қашан біздің жүрегіміз соны сезініп, Алла тағала соны бізге рахымын нәсіп етпей қояды ма? Қаһарына бізді кіріп қоймайды ма? Деген секілді жүрегімізде қорқыныш сезім болатын болса, демек біз Алла тағала мақтап отырған қорқатын жүректің әл-қалбул уәжил дейді, соның иесіміз. Содан кейін Алла тағала Құран-ы Кәрімде «Талину джулудухум ва қулубухум иля зикрилла» деп мақтайды. Олардың мынау терілері қажет болса, момын мұсылман құлдарын мақтап айтады. Терілері және олардың жүректері Алланың зікіріне қарай жұмсарады дейді. Алланың зікірімен жұмсарады. Яғни мейірімді жанашыр болады. Жүрегіңізге үңіліңіз. Қашан сіз жағдайы жоқ, немесе сондай бір мұқтаж болып қалған, өмірде бір сынаққа түсіп қалған адамды көрген уақытта, сондай бір бауырыңызды көргенде жүрегіңіз ауырып, соған бір жаныңыз ашитын болса, демек сіз осы жүректің иесісіз, әл-қалбул ләйин. Ал егер ешқандай бейжай өтіп кете беретін болсаңыз, көресіз де ешқандай мән бермей өтіп кете берсеңіз, онда жүрегіңізді емдеңіз. Жүрегіңіз қатыгездікке қарай кетіп бара жатыр деген сөз. وَجَعَلْنَا عَلَى فَتَنْ وَرَحْمَةً. Алла тағала Құранда тағы бір өзінің сүйікті пенделерін мақтап отыр. Олардың жүректеріне біз мынау мейірімді жанашырлықты салып қойдық дейді. Мейірімді жанашырлықты салып қойдық дейді. Бұл тағы да Алла тағаланың құзырында Алланың рахымына, разылығына лайықты жүректің түрі. Сол секілді Алла тағала тағы біраз аяттарда осылай қандай жүректің иесі болу керек, момын мұсылман пенде айтып өтеді. Бір аяттарда «Хуаллази анзала сакината фи қулубихим». Қашан сіздің жүрегіңіз Алланың зікірімен әбден қанағаттанған, Алла тағаланың зікірін әрдайым жүрегіңізде айтып жүретін болсаңыз, Алланы жүрегіңізде сақтап жүретін болсаңыз, Алла тағала жүрегіңізге сондай бір тұрақтылықты береді. Хуаллази анзала сакината фи қулубихим деп, сакина деп тұрақтылықты айтқан. Ал егер адамның жүрегі Алла тағаланың зікірін ұмытқан, Құдайдан басқаның барлығын толтырып алған болса, ол жүрек әрдайым тұрақсыз, алаң. Ол жүрек инсультқа, ол жүрек әртүрлі жаңағыдай дерттерге, ол жүрек әртүрлі жаңағыдай рухани болсын, жисмани болсын дерттерге душар болатын жүрек. Сондықтан Алла тағала баршамызды ауру және бұзылған пасық жүректен сақтасын. Әркім өзінің жүрегін дұрыстап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дініне, ақиқатқа бекітуді сұрады ғой, солай жүрегінің дінге, ақиқатқа берік болуын сұрасын. Жүректі емдеудің, жүректі тәрбиелеудің жолдарынан жаңа Алла тағала Құранда айтты ғой, олар Алланың зікірімен тыныш табады деді. Алланың зікірі ең бірінші зікір Алланың Құраны. Алла тағаланың кәләмін оқу арқылы алдымызда иншалла Құранның айы келе жатыр. Рамазан айы келе жатыр. Рамазан айын шын мәнінде Құранның айына әркім айналдыру керек. Рамазан айы бір айдан кейін Құдай қаласа есігімізді келіп қағатын ай, бұл мектеп, үлкен мүмкіндік. Әрбір мұсылманның баласына жүрегін, санасын, тәнін, жалпы өзін тәрбиелеп алуға үлкен мүмкіндік. Сондықтан
Құранда адам баласы қаншалықты оқып Алланы зікір еткен сайын адам баласының жүрегі түзеледі. Тағы бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ешкімнің тәні оның жүрегі түзелмейді дейді. Ал ешкімнің жүрегі сөзі түзелмейді дейді. Сондықтан кім жүрегім түзелсін десе, аузындағы сөзін түзету керек. Алланың зікірімен, ақиқатпен, жақсы сөзбен қашан біз аузымызды толтырамыз, сол кезде біздің жүрегіміз түзеледі. Сол секілді қашан күнәдан, жаман істерден адам баласы жырақ болады, сол кезде оның жүрегі тазара береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисте айтады. Адам баласы қашан бір күнәні жасаған сайын, әрбір күнәмен оның жүрегіне бір қара дақ түсе береді дейді. Соңында оның жүрегі қап-қара жүрекке айналады дейді. Ол қашан нәпсісін тыйып, ізгі амалды жасаған сайын, жақсы сөзді айтқан сайын, оның жүрегіне бір ақ түсе береді, соңында оның жүрегі аппақ таза жүрекке айналады дейді. Сондықтан оның жолы оп-оңай. Аузымызды, қолымызды, аяғымызды, көзімізді, құлағымызды қашан түзетеміз, сол кезде жайлап жүрегіміз түзеледі. Ол қолымызды, аяғымызды, көзімізді, аузымызды түзету әркімнің өзінің еркінде, ықтиярында Құдай берген. Алла тағала баршамызды ауру жүректен, бұзылған жүректен сақтасын. Алла тағала әрқайсымызды сау жүректің, өзінің зікірімен тынышталған, тұрақталған, жұмсақ, мейірімді жүректің иесі болуға нәсіп етсін. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу.